Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода 2023 жылы зейнетке шығатын әйелдердің зейнетақы мөлшері туралы айтамын. Яғни жоғарғы және минималды мөлшері туралы, сонымен қатар қанша жыл еңбек өтілі болу қажет, қандай зейнетақы тағайындалады, зейнетақының қандай түрлерін алады. Сол туралы айтамын. 2023 жылы зейнетке 1962 жылы туылған әйел кісілер шығады. Яғни шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан айында туған. 2022 жылдың 1 қыркүйектегі заңнамасына сәйкес әйел кісілер 61 жасында зейнетке шығады. Зейнетақының 3 түрін алады. Егерде шарттары орындалса, ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НПФ-тан берілетін төлемдерді алатын болады. Ал шартты жинақтаушы зейнетақы түрін ала алмайды, себебі бұл зейнетақы түрі тек 2024 жылдан басталады және міндетті түрде 60 ай жұмыс берушінің зейнетақы аударымдары болған жағдайда ғана берілетін зейнетақы түрі болып табылады. Зейнетке шығатын кезде әр жылдың көрсеткіштері болады. 2023 жылдың көрсеткіші ретінде минималды базалық зейнетақы мөлшері 23.340 теңгені құрайды. Максималды базалық зейнетақы мөлшері 40.567 теңгені құрайды. НПФ-тан берілетін төлемдердің мөлшері 28.397 теңге, ал максималды айлық табыс ретінде 189.750 теңге есепке алынады. Осы көрсеткіштер арқылы сіздердің зейнетақы мөлшеріңіз есептелінеді. Ал енді 2023 жылы зейнетке шығатын әйел кісілердің зейнетақы түрлері қалай есептелінеді, сол туралы толығырақ айтайын. 2023 жылы 61 жастағы әйел кісілер зейнетке шығады. 98 жылға дейінгі еңбек өтілі ең кемі 6 ай болу қажет, ең жоғарысы 20 жыл болу қажет. Толық еңбек өтілі ретінде 30 жыл болса, сіздер максималды базалық зейнетақы алатын боласыздар. Зейнетақы үшін табыс ең минималды көрсеткіш ретінде минималды зейнетақы есепке алынады, ал максималды көрсеткіш ретінде 55 айлық есептік көрсеткішке тең болады. Енді минималды зейнетақы мөлшерін санап көрсетейік. Елдердің ынтымақты зейнетақы мөлшері қалай есептелінеді? Ынтымақты зейнетақы дегеніміз, ол 98 жылға дейінгі еңбек өтілі және кез келген қатардан тұрған 3 жылдың табысын көбейтісіне тең болатын зейнетақы түрі болып табылады. Яғни, бұл зейнетақы үшін міндетті түрде біз табысты көрсетуіміз қажет. Табыс жоқ немесе төмен болған жағдайда есепке минималды зейнетақы мөлшері алынады, яғни 53.076 теңге. Ал максималды табыс ретінде 189.750 теңге есепке алынады, яғни 55 айлық есептік көрсеткішке тең. Минималды зейнетақы мөлшері егерде 6 айлық еңбек өтілі болса және табысы жоқ болған жағдайда 1327 теңгеге тең болады. Ол дегеніміз 6-ны 240-қа бөлеміз және 53.076 теңгеге көбейтеміз, сондағы шыққан сума. Ал максималды зейнетақыны қалай есептеу керек, сол туралы толығырақ айтайын. Алдымен еңбек өтілі 20 жыл болу қажет. Сол 20 жыл қалай есептелінеді және максималды табысқа көбейту арқылы біз ынтымақты зейнетақы мөлшерін шығарамыз. Әйелдердің ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілін есептейік. Енді 1962 жылы туған әйел кісі 1977 жылы оқу орнына түсті делік, яғни оны 2 жыл оқып 1980 жылы бітіреді. Сол дипломы ол кісіге еңбек өтілін береді. Ары қарай 80 жылдан бастап 1998 жылға дейін еңбек етеді үздіксіз. Сондай жағдайда әйел кісінің ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі максималды көрсеткішке тең болады, яғни 20 жылды құрайтын болады. Осы 20 жылдық еңбек өтілін максималды айлық табысқа көбейту арқылы сіздер ең жоғарғы мөлшердегі ынтымақты зейнетақыны алатын боласыздар.
Енді ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі 20 жыл құраған кезде қанша зейнетақы тағайындалады, соны есептеп көрейік. Ынтымақты зейнетақыны есептейік. Еңбек өтілі ретінде 20 жылды аламыз, яғни 20 жыл толық 60% береді. Сол 60-ты біз максималды табысқа көбейту арқылы ынтымақты зейнетақының суммасы шығады. Яғни 113.850 теңге құрайтын болады. Ескерте кетейін, ынтымақты зейнетақы үшін біріншіден 98 жылға дейінгі еңбек өтілі 20 жылды құрау керек, және максималды айлық табысыңыздың орташа көрсеткіші 189.750 теңге болған жағдайда ғана осындай көлемде ынтымақты зейнетақыны алатын боласыздар. Бірақ менің өзім жеке опытымда бұндай өте сирек кездеседі, себебі әйел кісілер жұмыспен қатар бала күтімі бойынша үйде отырып қалады, жұмыс өтілі үзіліп кетеді. Сол себепті көбісінде бойынша зейнетақы шықпайды. Енді базалық зейнетақыны есептейік. Базалық зейнетақы үшін табыс маңызды емес. Базалық зейнетақы дегеніміз ол сіздің сол зейнет жасына келгенге дейінгі барлық өмірлік еңбек өтіліңіз есепке алынады. Яғни, егер сізде 0 жылдан 10 жыл аралығында болса, сіздер минималды базалық зейнетақы алатын боласыздар. Яғни 60%. 60%-ы 24.340 теңгені құрайтын болады. Ал егер де сіздер зейнетке шыққан кездегі барлық еңбек өтіліңіз 30 жылдан асқан жағдайда, немесе 30 жылды құраған жағдайда, сіздер 100%-ды максималды базалық зейнетақы алатын боласыздар. Оның мөлшері 40.567 теңгені құрайды. Базалық зейнетақы үшін табыс маңызды емес, тек еңбек өтілі қажет. Яғни, ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі және Қазақстанда жұмыс істеген еңбек өтілі қосылып, сіздерге базалық зейнетақы тағайындалады. Назарларыңызға рахмет. Консультация бойынша номеріме хабарласыңыздар.